Тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Гүлдер сыры 55-ші бөлімі. Зейнеп әлі де Серхатқа қырын қарап жүр. Сөйтті де Серхат Зейнептің жанына отырып: Зейнеп, саған кеше тағып берген алқа, ол алқаны Берак таңдамаған, оны мен өзім алғам. Ол Берак сені алдаған деді. Сонда мен Берактың алдауына түсіп қалдым ба деді. Иә деді. Мен ешқашанда Беракты қызғандыру үшін сені пайдаланбаймын. Сен ондай қыз емессің деді. Таңертең Серхат Зейнепке адвокатқа барып ақылдасатынын жайлы айтты. Берак айтпесе бізді сотқа беріп, сен де соған ілігіп кетесің деді. Беракқа Тибет хабарласып, бүгін некемізді қидырамыз. Әппақ көйлегің бар ма деді. Әппақ көйлегің жоқ болса, мен сатып алып беріп жіберейін деді. Дайын отыр, мен қазір барам деді. Ал Берак ашуға мініп, мен әлі дайын емеспін. Мен саған уақыт бер деп едім ғой деді. Бүгінге болып тұр екен неке қию сәтіміз деді. Мен сені күтем деді. Ал оны естіген Берак қатты ашуға мініп, не істерін білмей, Елкимге де айтпадым ғой деп шылап қалды. Ал қыздар болса мектепте екеуі тату тәтті бірге сөйлеседі. Сол кезде Хаял: Елким, саған бірдеңе айтам, сен мені мазақ қылмашы деді. Иә, айта бер деді. Мен сені қатты сағындым деді. Немене ақмағай деді. Өтінем, Елким, үйге қайтшы, біз сені сағындық. Егер сен үйге қайтсаң, мен сенің еркелігіңнің ақмақтығыңды барлығында көтерем деді. Сол кезде Елким: Хаял, шынымды айтсам, мен де сені сағындым. Үйге қайтуды ойланып жүрмін, бірақ әкем айтып қойма деді. Мұстафа Тибетке келіп: сен неге адамдарыңды жіберіп үйдегі берекемді қашырдың деді. Бүгін ақшаны алып келдің бе деді. Жоқ деді. Сен көкөніс сатып ол қарыздарды қайтара алмайсың. Мен саған жұмыс берем деді. Бүгін менің көңіл күйім жақсы. Сол себепті бүгін сенің жолың болды. Мен саған хабарын берем. Жұмыстайын деді. Ал Серхат болса Седекті шақырып алып, Берак сотқа бермекші деді. Сол сотта куәгерлеріне дайындап қойған деді. Ал сен маған куәгер боласың. Оны басқа еркекпен көңілдес болып, одан бала туып алғанда барлығында айтсаң болды деді. Ал оны естіген Седеп: жарайды, куәгер болам деп келсе кетті. Серхат шығып бара жатқанда Неджеп мырза Берактың үйінің қасында адамдарды қуып жіберді. Сол адамдарды алдыру керек деді. Болмаса полиция шақырам деп Берак қорқытыпты деді. Ал Эбру болса үйіне келді. Есігін қаққанда анасы есігін ашты. Қызын көріп шошып кетті. Апа деп Эбру үйге кіріп жатқанда Ревика оны үйге кіргізбеді. Қай бетіңмен келдің? Келген жеріне қайта кет деп оны қуып шықты. Ал кейін ойлана келе Эбрудың артынан жүгіріп шықты. Эбру, мен не істедім деп қателігін түсінді. Ал Эбру болса ол кезде таксиге отырып кетіп қалған. Қоңырау шалса телефонға жауап бермеді Эбру. Ал Ревика болса: мен қандай анамын өзі деп қайғырып шылап қалды. Ал Серхат пен Зейнеп бүгін қатты қуанышты. Зейнеп Елким мен Хаялдың бүгін құшақтасқандарын көргенін айтты. Бүгін мен өте бақыттымын, қыздар тату тәтті екен деді. Олардың арасына Берак сызат түсірмесе, қыздар тату тәтті деді. Ал Елким үйге келгенде есіктен біреу кірді. Анам шығар деді. Сол кезде Тибеттің бүгін сен менің әйелімсің деген сөздерін жоғары жақтан Елким келе жатқанда естіп қалды. Енді Кадерді асырап алсақ деді. Ол сенің қызың емес қой деді. Осы кезде Елким: не? Бұның бәрі шындық па деді. Тибет пен Берак қарап қапты. Сөйтті де Берак: Елким, мен саған бәрін түсіндірем деді. Бірақ Елким тыңдағысы келмей үйден шығып кетті. Ал Берак болса жылап қалды. Ал Елким үйден қашып бара жатты. Ал артынан Тибет: Елким деп айқайлап жүгірді. Сол кезде
Эркан да көшеде кетіп бара жатқан. Алдынан Елкемнің шыққанын көріп, Елкем ханым деді. Артынан Тибеттің көлікпен қуып бара жатқанын да көрді. Серхат пен Зейнеп адвокатқа келе жатқанда Елкем әкесіне қоңырау шалып, әке, ана адам мен Тибет бар емес пе? Сол анам екеуі үйленіп алыпты деді. Мен алып кетші деді. Сол кезде Зейнеп саябаққа бар, анаңның үйінің артындағы деді. Ал осы кезде Тибет Елкемнің артынан көлікпен қуып келе жатқан еді. Ал Тибет көліктен түсіп, Елкем тоқта дегенде де тоқтамады. Ал Эбру Жиханның үйіне келіп қайғырып отыр. Ревика болса да қызына қоңырау шалса да жауап бермеді, бірақ Эбру оған хабарлама жазып жіберді. Осы кезде Елкемді Тибет көлікпен қағып кетті. Қағам деп қаққан жоқ, абайсызда болды. Ал бірақ Тибет қағуын қағып алып қашып кетті. Осы кезде Зейнеп пен Серхат та көлігімен келді. Көшеде жан-жағында адам тола, бірақ олар Елкем деп ойламады. Барса Елкем екен. Серхат Елкем қызым деп қайғыра бастады. Жедел жәрдем шақырдыңдар ма деді. Шақырдық деді. Не болды деді. Сол жердегі адамдар көлік қағып кетті, номерін көре алмадық, көлік қашып кетті деді. Ал Серхат болса қайғырып жатты. Қызым, сәл шыда, қазір жедел жәрдем келеді, аурухана басылады деді. Зейнеп те жылап қайғырып тұрды. Ал Серхат болса, Құдайым, қызымды аман сақтай көр деп Алладан жалбарынып сұрады. Жедел жәрдем Елкемді алып кетті. Артынан Серхат та аман қалады деді. Зейнеп екеуі жедел жәрдемнің артынан жүріп отырды. Қалайда ол аман қалу керек деді Зейнеп. Ал Тибет болса адамы шақырып, мына көліктің көзін құрт деді. Бірдеңе болды ма мырза деді. Ештеңе де сұрама, көліктің көзін құрт деді. Ал осы кезде Тибетке бірақ қоңырау шалып, Тибет, Елкеммен сөйлесе алдың ба? Кадир жайлы естімеп пе деді. Мен Елкемнің артынан жүріп отырдым, бірақ Елкем бір қуыс көшеге кіріп кетіп, таппай қалдым деді. Серхат оның барлығын білсе бізді өлтіреді деді. Ал Елкем осы ауруханада, жүрегі тоқтап қалды. Ал оны естіген Серхат пен Зейнептің өңі қашты. Ал Серхат қызымнан айырылдым деп қайғырып жатты. Осы кезде Елкемге қоңырау шалды, бірақ телефонды Зейнеп алды. Бірақ бұл мен Зейнеппін деді. Елкемнің телефон неге алдың деді. Біз ауруханадамыз, Елкемді көлік қағып кетті деді. Оны естіген Берақтың есі кете, одан сайын қайғыра бастады. Ал Серхатқа ағасы Жанға барласты. Аға деп жылап ары қарай айта алмай отырды. Елкем деп. Не болды Серхат? Айтсаңшы енді деді. Ал осы кезде телефонды Зейнеп алып, Жан мырза, біз ауруханадамыз, Елкемді көлік қағып кетті деді. Ал Жан болса бұл қалай болғаны деді. Жарайды, маған мекен-жайды жібер деді. Жақсы деп телефонды сөндірді. Ал Эркан болса Түлайға, неге телефонды алмайсың деді. Мен қалай алам? Екі қолымда болса емес қой деді. Осы кезде Елкемді көлік қағып кеткенін айтты Эркан Түлайға. Мен күдігім Тибет мырзадан, Елкемнің артынан қуып келе жатқан деді. Үндеме, бақылап көрейік, обалы маған болсын. Егерде Тибет қаққан болса, мен оны айтам деп. Сен араласпа деді Эрканға. Эбру Жиханның үйіне келгенде, Жихан да артынша ол үйге келді. Сөйтіп Эбруға қарады. Эбру бірақ Жиханды онша шақтырмағандай болды, бірақ сыр білдірмеді. Не болды? Үйіңе атанан қабылдамады ма деді. Мен ол жерге барған жоқпын. Махаббатым үшін күресу үшін қайта келдім деді. Жарайды деді. Сөйтті де Эбру киімдерін жайғастырмақшы болды. Осы кезде Азра жұмыстан келіп, Ревиканың
жылап отырғанын көріп өңі қашты. Ревика ханым, не болды деді. Бүгін үйге Эбру келді деді. Бірақ мен ол Эбруды үйге кіргізбей қуып шықтым деді. Маған хабарлама жазып жіберіпті деді. Онда сіз де оған жауап жазсаңызшы. Сіз керексіз ғой Эбруға деді. Фильмнің жалғасы бар. Арнама тіркеліп лайк басамыз.